Есік тарс етіп жабылды. Әлібек ашуланып кетті-ау. Ішінен күбірлеген Нағима орнынан ауыр қозғалып тұрды. Екі бөлмелі үйдің аяқ шешетін есік жақтан бастап төргі үйге дейін балаларының ойыншығы шашылып бықсып кеткен. Ас үйге келді, жуылмаған ыдыстар тау болып үйіліп қалыпты. Ыдыстың аз болғанда жақсы екен ғой, кім білген, қу дүниені жинай беріппін әйтеуір, деп өзіне кие қараған Нағима ыдыс жуайын деп суды ағызғаны сол еді, қол ұстайтын шүмегі ытқып босап шықты. Бірінші рет емес бұл, алдында да шығып зорға дегенде қайта кигізіп еді. Су шырылдап ағып тұр. Нағима болса ыдыс жуудың орнына шүмекпен алысып кетті. Орнына келген шүмекті бұрап, суды сөндіріп, жатын бөлмеге өтті. Екі баланың төсегі көптен бері қағылып жиналмай, ыбырсыған неше түрлі кәмпиттің қағазы, нанның қоқымы дегендей қоқырсыққа толып қалған. Бірі мектепке барады, екіншісі өзімен бірге өте мазасыз бала. Кішісі Айдана көрпесін ашып тастап ұйықтап жатыр екен. Үлкенін әкесі сабаққа алып кеткен. Қой, Айдана тұрмай тұрып, мен де аздап жантайып алайын. Терезе түбіндегі төсегіне келді. Аз ғана мызғып аламын деген қайдағы қатып ұйықтап қалыпты. Есіктің шырылынан оянып кетті. Айдана төсегінде жоқ. Жүрегі тас төбесінен шыққан келіншек ас үйге басын сұғып еді. Айдана қаперсіз қоқыс салатын шелекті төңкеріп ойнап отыр. Есікте шырылдауын қояр емес. Әлібек көрсе тағы ашуланатын болды. Қызын тұрғызып жіберіп, қоқыс салатын шелекті орнына қойып, жанталаса шашылған заттарды жиып шелекке сала бастады. Осы кезде ұялы телефоны да безектей жөнелді. Шелекті жүре көтеріп, қолымен қалтасындағы телефонына үңілген, жаным деп тұр екен. Бұл жазу Нағимаға жан алғыш деп жазылғандай шошытты. Есікке жеткенше жолдағы ыбырсығандарды қолымен тере жүріп есікке жетті. Есікті ашқаны сол екен, түтігіп кеткен қолында баланың сөмкесі мен азық салынған пакеті бар Әлібек кірді. Артында ұлы Айдар бар. Не болды сонша, қанша болды тұрғанымызға, есікті тез неге ашпайсың? Үй жинап жатқам, деп танауының астынан міңгірлеген Нағима Әлібекке қоқысты төгесің бе дегендей көзімен қоқыс салынған пакетті көрсетті. Үнсіз қалған Әлібек қолындағыларды келіншегіне беріп пакетті алып қайта шығып кетті. Әлібек шыға сала жанталасып ас үйге жүгірді. Суды ағызып ыдыстарды шала-шарпы жууға кірісті. Айдарға төсегін жинауды, Айданаға ойыншықтарын жинауды міндеттеп газға шай қойды. Тездетіп жұмыртқа қуырмақшы еді. Алдыңғы күні балық қуырған таба әлі сол күйі тұр. Жарайды, жайдақ шай ішсек те болар. Нағима дастарханды жая бастады. Әлібек кіргенде шай дайын болып қалған. Шайын бұрттап құсып жібере жаздаған Әлібек түнере әйеліне қарады. Ыдысты дұрыс шаймағанбысың тағы? Таза жуайын деп көбірек сабын су қосып едім. Орнынан ұшып тұрған Нағима Әлібектің кесесін алып шайды төкті де мұқият жуып қайталап шай құйып берді. Ауыр күрсінген Әлібек артық сөзге барған жоқ. Нағиманың артық мінезі жоқ, байсалды, сабырлы. Қыз кезінде бәрі жақсы, жаман қатын қайдан шығады демекші. Әлібек пен Нағима қол ұстасып қатар жүргенде бұларға сүйсінбейтін жан жоқ болатын. Нағиманың артық қылығын да көрген емес, үсті-басы тап-таза болып жүретін. Үйленгеннен кейін байқала бастады ғой бар өнері. Нағима жұмыс істеп жүргенде үй жинайтын қыздар жалдап тұратын. Қазір бір Әлібектің табысы неге жетсін. Шайдан кейін Әлібек балаларды алып ойнатып кетті. Ас үйде қалған Нағима тамақтың қамына кіріскен. Тамақ дайын болды. Ас үйден көңіліне айқайлаған Нағима ыдыстарды алып көжені құя бастады. Екі баласын алып келіп орнына отырған Әлібек иісі мұрын жарған көжені қасықпен ұрттай бере, ұзын қара шашты көріп құсып жібере жаздады. Қасығын сілкіп лақтырып жіберді. Тамаққа кірпияз Әлібек бұл жолы сабыр сақтай алмай табақты Нағимаға қарай атып ұрған. Ішіндегі тамағы ақтарылып түскен табақ орта жолда Айдананың қолын жауып барып тоқтады. Шыр ете түскен Айданаға қосылып шыққан ашулы Әлібектің дауысы сыртқы қылтимадан шығып тұрды. Бұл кезде көршісінің де үйінен шаң-шұң дауыстар шығып жатқан. Ылғи осылай істейсің.
Жоқ, ең болмаса телефон соқсаң болады ғой. СМС жаздым ғой. Кім біледі ол СМСті кім жазғанын. Мүмкін бір қатын мені мазақтап әдейі жазған болар. Қолын бір сілтеген Самат есіктен шыға жөнелді. Самат пен Айгүл де жас отбасылар. Айгүл обалы не керек пысық келіншек. 3 баласы бар екеніне қарамай үйін жинап үлгереді. Күйеуінің жұмыс кестесіне қарап отырып, өзі де қосымша жұмыс істейді. Базарға да өзі барады. 2 баласын мектепке бірін апарып, бірін әкеледі. Үйі мұнтаздай таза, қашан көрсең де айнадай жарқырап тұрады. Бір кемшілігі көп сөйлеп, Саматқа айтпайтын кінәсі жоқ. Самат жұмыстан келе жатқанда-ақ Айгүл ашулы болмаса екен деп тілеп келетіні жасырын емес. Жоқтан өзгені сөз қылып, әйтеуір бір ілік тапса болды, Саматтың 2 аяғын бір етікке тығып сөйлеп отырады. Бүгінгі ұрыстың басы Саматтың достарымен кеше біраз түнге дейін қыдырғанынан шыққанды. Әйеліңнен қорқасың деп жаман намысына тиетін достары Саматты үнемі мазақтайды. Самат білмеді емес, білді Айгүлдің тым қызғаншақ, қытымыр мінезді екендігін. Бірақ білгенде тым кеш еді. Айгүлдің аяғы ауырлап қалған. Көршісі Әлібектің үйін ата-енесі, яғни Нағиманың әке-шешесі алып берген. Әлібек үйдің иесі сияқты Нағиманы екі сөйлетпейді. Бұл үйде керісінше, үйді Саматтың ата-анасы алып берсе де, Самат Айгүлге кіріптар сияқты жүргені. Саматтың ата-анасы бұлардың көзінше ұрсып көргені есінде жоқ. Өз бөлмелеріне тығылып алып күбірлесе ұрсып тұратын. Кейін анасы көзі бұлаудай болып шығатын. Айгүл болса балалардан еш қымсынбайды. Қашан көрсе де бір ұрысты дайындап отырғаны. Балалары да зәризап. Сәкіге келіп отырып, қалтасын қармаған темекісі үйде қалып кетіпті. Арғы жағында отырған Әлібек темекісін ұсынды. Ашумен қолы діріліп кеткен Саматтың көзіне жас тығылып қалды. Бала кезінде біреулер еш себепсіз ұрысса осылай тығылып қалатын. Әлібек көршісіне мүсіркей қарап отырып, өзіне мырс ете түсті. Біреу мүсіркейтін жағдайы бардай. Екі көрші қас қарайғанша бір құрап темекіні тауысып үнсіз отырды. Темекі біткесін асықпай орындарынан тұрды. Пәтерге жеткенде екі көрші бір-біріне қарап, жаңа жыл құтты болсын, бізге келсеңдерші, жоқ бізге келіңдер десті. Я, жаңа жылда келіп жеткен еді. Үйге кірген Самат кінәлі адамдай қипақтап, аяғын шешпей біраз әуреленді. Бұл кезде ас үйде Айгүл балаларының сабағын тексеріп жатқан. Айгүлдің қадағалауымен балалары үздік-ақ. Тақпақ айтып жатқан іңкәрға сүйсіне қараған Самат қызының басынан сипады. Тамақ ішесің бе? Жоқ, Айгүлдің дауысы жарқын шығады. Тамақ үстінде жаңа жылда көршілерін шақырсақ, бірге қарсы алсақ деген ойын айтқан еді. Айгүл қарсы болмады. Жаңа жылда екі отбасы бірге қарсы алды. Екі үйдің балаларына бірдей ойыншықтар әкелген Әлібек, Аяз ата болса, бәріне тақпақ айтқызған Айгүл Ақшақар рөліне енді. Шуылдап түнгі 12-ге болдырып барлығы бірге салют атты. Кештері өте көңілді өтті. Кеш соңында келесі жылды да осылай қарсы алайық деп тарқасқан. Бірақ тағдыр бұларға басқаша тосын сый дайындап қойған екен. Арада біраз айлар өтті. Ата-анасының ықпалымен Нағима тәуір жұмысқа тұрды. Және үйіне балаларды сабағына апарып әкеліп тұратын, үйді жинап тамақ жасайтын көмекші қыз алған. Ал Айгүл күйеуіне үлкен сомада несие алғызып, саудамен айналысып көрмек болды. Уақыт жылжып жатты. Әлібек үйінде жүрген, әйелінен де көп көретін ақ жарқын да пысық қыз Жанияға бауыр басып кеткен. Үйі тап-таза, балаларының реңі кірген. Жанияға сеніп, Нағима қорықпай іссапарға да шығып кететін. Осылай жүргенде Әлібек пен Жанияның арасында нәзік сезім орнай бастады. Соңы махаббатқа ұласып, Жания үйден кетуге мәжбүр болды. Өзімен бірге Әлібекті де ала кеткен. Көршісі Айгүл базардан дүңгіршік ашып алды. Бұрынғыдай күйеуін бақылай алмайтын болды. Бұрынғы ма, енді жай телефонын алмағанның өзіне айқайлап ұрыс шығаратынды. Алайда кезекті ұрыстың соңы орны толмас өкінішке апаратынын ешкім білген жоқ.
Үйден ашуланып шыққан Самат кафеге барып отырып әбден ішті. Мас күйінде көлікке отырып жолда бір адамды қағып кеткен болатын. Ақыр соны темір тордың арғы жағына тоғытылумен 10 жылға бас бостандығын шектеумен аяқталды. Өтемақы ретінде дүңгіршекті сатты. Міне 2018-де келіп жетті. Бірақ екі көрші тым тырыс. Бір жыл бұрынғы бақытты кездер тек арман болып қалған.